әрине мына кітап оқымаған адам ойлаудан қалады деп тегін айтпаған. Кітап білім бұлағы деп, кітап тілсіз мұғалім деп айтылады ғой. Әрине бұл қан кешкен ханзадалар деген атының өзі тіпті мені тартып тұрады. Ал ханзадалар дейміз. Кешегі күні совет заманында хан деген сөзден үріктік. Хан десек көз алдымызда хандар, билер, мына халықтың қанаушысы, халықтың езушісі. О кезде екіге бөлді. Халық, қанаушылар, хандар, билер. Ал енді олай емес. Олар деген хандар деген осы ұлттың, халықтың тірегі екен, өздерің білесіңдер. Ал осы қан кешкен ханзадалардың бетін алғаш оқи жөнелгеннің өзінде ең бірінші құлақ ілінген нәрсе тәуекел хан, шығай хан. Шыңғыс ханның ұрпағы, сонау адамда ел деген болады ғой. Бұқар ханы Абдаллах сыр бойында қалаларды өзіне қаратып алып, енді қулық айла жүргізген, тәуекелді өзіне қаратқан, оған мол сый берген бәрі. Енді не істеу керек? Осы арада мына Шығай екі жақты күрес жүргізді. Қайткенде де сыр бойында қалаларды өзіне қаратып алып қалу керек. Біресе Баба Сұлтанға, біресе Абдаллахқа қарсы. Ал бірақ та Баба Сұлтан зұлымдық жасап, ол қазақты да жау көреді, Абдаллахты да жау көреді. Жауларын біртіндеп құтайын дейді де қазақ хандарын келіссөзге шақырады. Ал енді келіссөзге елшілерін жібереді. Жіберген елшілердің арасында Хақназар ханның егізі екі ұлы, Хақназар ханның қайын атасы Жалым Сұлтанның екі баласы болған. Алдап шақырып алады да соларды бір түнде қырып салады. Ал осындай енді мына тәуекел Шығай екі жағында бірдей болған. Мына Абдаллах та ел болмасын білсе де одақтасу керек. Баба Сұлтан болса да ел болмасын білсе де одақтасу керек. Енді ол Абдаллахпен одақтасып қайткенде де мына Баба Сұлтанды кек алудың жолына түседі ғой. Содан басталады. Ал Баба Сұлтан осы Абдаллахпен тәуекелдің қудалауынан ығысып, сонау Сарыарқаға қашады. Ал Сарыарқаға қашқанда, қудалағанда қиян кескі Ұлытау етегінде соғыс болған кезде мына тәуекелдің мына отрядындағы бір мерген сонау жарты шақырым жерден көзді атып түсіреді ғой. Сонда Баба Сұлтанның қорғаушылары бар төңірегінде. Қорғаушылардың өзі бір 10 шақтадан төңірегінен оқ тигізбейді оған кеудесін. Сонда бір еткенде жарты шақырымдай жерден атып түсіреді. Мергендігіне таң қалады. Сонда қазақ мына сарбаздар сарбаздың мергендігіне таң қалды. Қатардағы сарбаз. Аты жөнің кім дегенді айтпайды. Бәрін айтпайды. Әбден мына Баба Сұлтанды өлтіріп, ол кезде мынадай айуандық болған ғой, өлген жауының басын ананың алдына әкеп тастау керек. Соны әкеп тастайды бәрін. Ал оның балаларын түгел тұтқын қалады. Әлгі тәуекел әлгіні мына құрметтеп төрге отырғызуға жөнін айтады ғой. Мен Керей деген сонау жұрттың мына Керей, соның мына Тоғырыл деген хан болған. Сол Тоғырылдың ұрпағымын. Атым Сейдахмет, Шынар Сейдақ деп атай берсең де болады дейді. Ал соның кейін келеді, Сейдақтың жөнін айтады. Сейдақтың әңгімесінен басталады. Сейдақ әңгімелеп алып кетеді. Сонау 11-12 ғасырдағы Тұғырыл ханның ордасын көз алдымен елестетеді. Тұғырыл хан қандай адам болған. Соның кейін келеді, Тұғырыл ханның төңірегі, оның семьялары. Одан кейін Тұғырыл ханның менде мына көмекшісі болған алғашында Темушиннің балалық шағы, болашақ Шыңғыс ханның. Темушин мен балалық шақ екеуінің арасында қарым-қатынас. Сонда Темушин ананы әке деп атайды, ананы балам деп атайды. Өйткені Тоғырыл хан Темушинге көп жақсылық жасайды. Темушин алғаш жас кезінде оған қамқорлық жасайды. Оның кейін Темушиннің болашақ Шыңғыс ханның жары Бөртені меркіттер тартып әкеткен кезде оны қайтарып алуға, бәрін өшін алуға осы Тоғырыл хан көмек көрсетеді. Міне осы жақсылық үшін екеуінің арасында. Бірақ осы әке мен баладай қарым-қатынас жасаған олардың арасында сызат қалай түседі? Міне кітап соны баяндап кетеді. Енді әкесі мен баласындай сондай бірін-бірі жақсы көреді. Неге олар бірмен бір соғысып кетті артынан?
бұл арада Жамұқабенің бейнесі көз алдыма елестейді. Әдеби тілде бұл керемет жазылған тіл шешендігі сондай, мына әдеби шындық деген болады ғой, тарихи шындық деген болады ғой. Әдеби шындық пен тарихи шындық үйлестіре отырып Жамұқаның бейнесін сипаттайды. Жамұқаның арам ниеті, қайткенде Жамұқаның ойы, қайткенде де ұлы далаға өзі қан болды. Ол үшін мына Тоғрul мен Шыңғысханды бірінен бірі өшіктіру. Сондай тәсіл қолданады ғой. Тәсіл қолданып, ана Жамұқа келеді де Шыңғысханға ананы жамандайды. Ал Тоғрul ханға келеді де Шыңғысханды жамандайды. Ал Тоғрul хан татарларға жаппай жорық жасаған кезде ал аттанамыз деп аттанады ғой. Сол кезде мына хабаршыларына айтады да Шыңғысханға хабар бергізбей қояды. Бәрі аттанып кеткеннен кейін Шыңғысхан қалықпайды, қалықпайды, сіздің жауыңыз, балам дегеніңіз соны, ал келеді деп артынан Шыңғысханға келеді де ананы жамандайды, әке дегеніңіз соны, сөйтіп екеуінің арасында сызат түседі. Ал осы арада құдалық жай сөз болады енді. Ойлана келеді, артынан қателігін түсініп, Шыңғысхан мына Тоғрулдың баласы Сәңкүнге елші жібереді ғой. Сәңкүннің қызын өзінің баласына айттыру керек. Ал бірақ оған Сәңкүн көнбейді. Ал осыны пайдаланады да екеуінің аралығында ақырында соғыс тудырады. Осы арада енді мына Тоғрul ханның ордасы талқандалады. Тоғрul ханның ордасы талқандалған кезде мына Тоғрul ханның кемпірі Айымжан ғой дейме, Айымжан Тоғрul ханды алдын ала басқа жаққа жасырып қашырып жібереді. Жанын сақтап бар. Енді ордан ғана болды ғой, жаулар. Ордан қырып жатыр бәрі. Сол кезде Тоғрul ханның киімін киіп отыра қалады. Ордаға кіріп келсе, Тоғрul хан отыр екен, Қанекей отыр екен, енді не істедім мен? Әлде кешірім сұрап не істеймін? Бұның жаулығы жасаған рас па? Жүгіріп келсе, Тоғрul хан емес, Айымжан екен. Сонда Айымжан былай дейді ғой Шыңғысханға: мен саған анамдай жақсылық жасап едім, анаңдай көрдім, Тоғрul ханды әкемдей көрдім. Істегенің осы ма? Қанын төктің елдің бәрі. Енді мына анаңды болды, анаңның қанын төк, міне дейді. Ал осы арада Шыңғысханның қолы бармайды, тұрып қалады. Былай тұрады да көпшілік алдына өзін өзі қол салады. Ал одан ары кетеді, мына уақиға өрбиді. Ал осы арада уақиғаға мына Сібір хандығының негізін салған білесіңдер ме? Тайбұға. Қазіргі Ресейдің Түмен қаласын білесіңдер ме? Түмен қаласы. Ал енді Түмен қаласында аңыз бар кезінде. Кезінде мына Ғұндар деген болады ғой, Ғұндар. Сол Ғұндардың атақты Түмен деген бекзат арсы, соларда қонысталған. Сол Түменнің атымен Түмен аталған. Ал енді соларға Тоғрul Тайбұғаны өзінің қамқоршысы Мұрат би ертіп жүреді. Ол қайткенде ана қырғыннан аманат қалу керек, жас баланы, 7 жасар баланы қалай тәрбиелегені көз алдыма елестейді. Осы арада мына Әл-Фарабидің ілімімен қалай танысады ана. Тіпті өзің сол мына Тайбұға болып өзің жүргендей сезінесің. Өзінше Тайбұға. Арада Тайбұға мен жүргендей болды. Әкелетті ана іліммен таныстырады. Мына Махмұд Қашқаридың іліммен таныстырады. Оның кейін келетті Баласағұнидің іліммен таныстырады. Әл-Фарабидің іліммен таныстырады. Оның кейін келетті Сібір хандығының орталығы Қашлық қаласына келуі. Оның кейін келетті мына Тайбұғаның Түмен қаласының негізін салуы, кейін Ресейдің Түмен қаласына айналады. Міне осылай өрбиді, кітап бастан аяқ осылай. Ең ақырында кітаптың аяқталуы, әрине мына Шыңғысханды да бәрі шындық тұрғысына айта кетеді. Орта Азияны қалай жаулап алды бәрін. Ал Тәуекелдің рөлі қандай? Егер де Тәуекелді мына шырғалаған ғой Абдолла хан. Шырғалап, сен менің қамқоршымсың деп, оған қаншама Африкан уәлаятын сыйға тартады. Ол уәлаяттың жері енді 1-2 ауданның жеріндей. Абдолланы өзінің әкесіндей көреді, анау баласындай көреді. Сонда Тәуекелдің психологиясы қалай? Бұл арада психологиялық тартыс болады. Бір жағынан байлық, бір жағынан халық мүддесі, бір жағынан бақыт,
байлық, қаншама байлық. Мыңдаған жылқы, мыңдаған қой алдында, ішкен алдын, ішпеген артында. Онда рақат тұрмысымен отыра берем бе? Ал егер отыра берсем, ертең болашағы не болады? Мына халықтың болашағы. Сыр бойында қалалар түгелдей мына абдаллахқа кетеді. Қазақ өзбек. Ойлаған қазақ көз алдына елестейді. Егер де басқа бір кішкене өз байлығын, өз рақатын ойлаған адам болса, абдаллахқа көніп отыра берсе қайтер еді? Онда ана сыр бойында қалаларды ойлаңдар. Ана Түркістанды, қасиетті Түркістан кімге қарар еді? Өзбекке қарап кетер еді. Ана Шымкент кімге қарар еді? Өзбекке қарап кетер еді. Ана туған Қызылорда кімге қарар еді? Өзбекке қарап кетер еді. Бәрі түгел қарап кетер еді де, қазақ сыр бойынан ығысып бұлай қалар еді де, қазақ қазіргідей дәрежеге жете алмай қалар еді. Ойланып келеді де, әкесіндей қамқорлық жасаған Абдаллахқа қарсы соғыс ашады ғой, 1583 жылдар. Ал сол арада міне бұл соғыстың ақыры немен аяқталады? Бұқар ханы Абдаллах, мына Абдаллах енді өзара қырқыста қаза болып кетеді. Сол арада 1598 жылы Бұқарды қамап тұрған кезде ауыр жараланып, Тәуекел хан көз жұмады. Міне көрдің бе? Өзінің халқының мүддесі қан кесіккен ханзада өз жанын қиып көз жұмды. Ал ары қарай Есім хан жалғастырып әкетеді. Мінекей Есім хан. Есім ханнан ойлаңдар, Жәңгірден Уәлибақы, Уәлибақыдан Қанішер Абылай, одан Көркем Уәли, одан Абылай, мінекей. Абылайдан атақты атақты Шыңғыс, одан Чоқан Уәлихан. Абылайдан атақты Қасым, одан Кенесары, Қасымұлы қазақтың ең ақырғы ханы саналған. Міне ген қалай. Ал енді сол Кенесарының ұрпағы болды, Абылай ханның ұрпағы болған кешегі атақты тарихшы Ермұқан Бекбұқанов, мінекей. Мына 19 ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан деген атақ кітап жазған. Ал кітаптың ең ақыры сол енді Тәуекел ханның немересі Оңдан сұлтанның баласы Ораз Мұхаммедтің бен жалғасады. Ораз Мұхаммедтің тәрбиешісі атақты ғалым Қыдырғали Жалайыри болады. Ал Қыдырғали Жалайыри оның Сейдақ Сібір хан, мына Қашылық қаласына келіп Сібір хандығын билей бастайды. Осы арада тағы отаршылдықтар шығады. Ол кімдер? Мына батыстан жылжып келе жатқан орыс отаршылдары деген болады. Кезінде мына Майқы би айтқан ғой, менің халқым деген кезінде батыстан келген қаба сақал көк көзділерден зардап шегеді екен деген. Майқы би бір уағыз айтып отырып қалқып кетеді ғой енді. Күні түні уағыз айту деген оңай ма? Майқы би сөйлегенде таңертеңнен күн батқанша сөйлесе шаршамайды екен. Бірақ ол темір емес қой. Бір кезде қалып кеткенде мына ыңғайсызданып билердің бір жөткіндік қалады. Сол кезде көзін ашады. Әттеген-ай деп сан соғады. Мен түс көрдім. Түсімде халқымның басына қандай қиянат келетінін көрдім. Егер де біреуің түс мені оятып жүрмегенде мен айтар едім. Мына батыстан сары сақал көк көзлі жаулар келе жатыр екен. Енді келе жатқанда сендер оятып жүрдіңдер. Енді біраз болса мен одан қалай құтылатын жолын білер едім деп айтқан екен. Міне осы арада орыс отаршылдарымен арадағы күрес басталады. Бірін-бірі алда барып о басталады. Ал енді соңында Мәскеудің қолшоқпары Данила Чулков енді бірден шабуыл жасап ала алмайтынын біледі де, аң алып жүрген Сейдақ пен Ораз Мұхаммедті, Қыдырғали Жалайырды қонаққа шақырады ғой келіп. Қонақ болыңдар осылай деп. Сонан қонаққа келеді, келіп отырады. Сырқында мәселе осы арадан басталады. Ал енді бұл арада енді осы кезде арақ құяды, несін құяды, оған намыс көреді. Енді осыны пайдаланады да бас салып әгелер тұтқын болады қонаққа келіп отырғандарды. Сонда Қыдырғали Жалайыри, Ораз Мұхаммед, Сейдақ Ресей тұтқынына түскен алғашқы қазақ боздақтары болып есептеледі. Ал енді оларды не істейді? Оларды енді бірден өлтіре салмайды, оларды пайдалану керек. Аманат деген болады, аманат. Білесің, заложник орысша. Соны Мәскеуге аппаратта аманат ретінде ұстайды. Қадірді ханзадаларды аманат ретінде ұстап отырып, дегенін орындату керек. Ана қазақ хандығына мінекей осындай. Ал енді мына қазақтың тілін сақтайтын, дінін сақтайтын, қазақтың ұлттығын сақтайтын не нәрсе? Мен айтар едім, әдебиет деп айтар едім. Әдебиет жазушылар. Өйткені
кешегі 30 жылдары ең бірінші жазушыларға чүйлігу тегін емес. Сонау 37-38 жылдары репрессияға қарасаңдар, қарап отырсаңдар, ең бірінші кімге чүйліккен? Жазушыларға чүйліккен. Әйтпесе қайда кетті? Сәкен Сейфуллиніміз, Ильяс Жансүгіров, Бейбіт Майлиніміз, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов, қазақ халқының тілінің негізін қалаған Ахмет Байтұрсынов. Егер Ахмет Байтұрсыновтай саңлақ болмаса, қазір қазақтың тілінде өздерің ойлаңдаршы. Мына сан есім, сын есім, зат есім, есімдік, етістік, соны орысшадан қазақшаға переводтап берген Ахмет Байтұрсынов. Глаголды қалай переводтау керек білмеген ғой олар. Ал енді мен Ахмет Байтұрсыновтың кітаптарын оқып отырсам, тіпті күлкілі кейбіреуі. Ал есімдікті қалай, мына оны қалай қазақшалауды білемін, естімені, оны есімдікте берген сол Ахмет Байтұрсынов. Мінекей осылайша бүгін егерде біз осы тілімізді сақтаймыз десек, әдебиетке қарай. Мына жапондар кітап оқуды балаларына детсаттан сол кезден үйретеді, кітап оқуды. Ал енді мен қазір шындығы керек қарап жүрмін, оқушылар арасында кітап оқу азайып кетті. Ол енді шындық. Ағада айтады ғой, әкесі өлгенде де естіртеді, шындық нәрсе. Ал бұрын мен Пушкин кітапханасына барғанда отыратын орын таба алмайсың. Қазір бос тұрады. Себебі интернет деген бар қазір, смартфон деген бар. Интернет, смартфон жақсақ, бірақ та кітаптан ажырамау керек қой. Ол кітап адамның ойын өсіреді. Қазір озық ұлттардың бәрі осы кітапқа соған қарап отыр балалар. Мінекей. Сондықтан да айтатын мінекей мына осындай мына сыйды тартып отырған міне Жәди Шәкенұлы ағаларына көптен көп рахмет айтамын. Өйткені мінекей қазақтың тілін, дінін қаншама міне сақтауға үлес қосты. Егер осы кітап бұдан 50 жыл бұрын шықса, онда көз алдарың елестетіп көріңдер. О кезде партияның қылышынан қан тамып тұрған кез. О кезде қудалауға ұшырар еді оның авторлары. Бұның ненің арқасы? Тәуелсіз ел болуымыздың арқасы. Ал енді тәуелсіз ел болып тұру үшін не істеу керек? Біз әдебиетімізді дамыту керек, тілімізді дамыту керек, дінімізді дамыту керек. Бұрын өзінің қаруы мықты, несі мықты мемлекет үстемдік құратын. Қаруы мықты, қазір білімі мықты мемлекет үстемдік құрады. Білімі. Қай мемлекеттің білімі артады, қай мемлекеттің ғылымы артады. Мына Қасым Жомарт Тоқаев аталарының жолдауын тыңдадыңдар ғой, тегіннен тегін емес. Не деп аталады жолдау? Білесіңдер ме? Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу дейді. Оны тегіннен тегін айтып отырған жоқ. Жасанды интеллект міне қазіргі заман осылай. Ал балалар, сұрақтарың болса қоя жатарсыңдар, тыңдағандарыңа рахмет. Рахмет.